Қазақ халқы аурудың алдын алу және одан сақтануда қандай әдіс-шаралар қолдана білген? Алматы қаласындағы Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының жеке мұрағат қорынан алынған мына мәліметтерден сол сауалдың жауабын оңай табасыздар. Әлмисақтан бері қазақ ұлты аша, қарандыз, рау ағаштарды үй ұстау, ауа тазалау немесе қайнатып үйге шашу, жуынғанда дезинфекциялап микроб өлтіруге алып жүреді. Жабайы сарымсақты жәншіп ішу арқылы түрлі жұқпалы аурулардан сақтанады. Сарымсақ өнімін жіпке тізіп мойынға асады. Төсек басына қойып құрт-құмырсқадан сақтанады. Тамақ алдында қол жуады, әр күні бет-ауыз, қол-аяғын жуып дәрет алып тұрады. Жұқпалы ауру тараған өңірдегі үйдің маңдайшасына қызыл шүпірек байлау арқылы жұқпалы аурудың алдын алу қатарлы ғұрып әдетті күні бүгінге дейін жалғасып келеді. Аурудың алдын алу шараларында қазақ халқы ең әуелі ауру адамды басқалардан оқшаулап бөлектейді, оның киім-кешегі, істеткен заттарын өртеп көмеді. Әрі ауру тараған орыннан көшіріп 3 жылға дейін қайта қондырмайды. Сүрме тамыры, киелі ерменді қайнатып тұмаудың алдын алады. Тамыр дәріні қайнатып киімін жуып бетін өлтіреді. Шетін суға күміс теңге салып дезинфекциялап ас қорыту жолы ауруларынан сақтанады. Дорбаға уылдырық салып түрлі салданған, тұра алмайтын науқастардың жамбасына төсек жарақатынан сақтайды. Арша, тобылғы және ермен, жусан, жалбыз, қарандыз сынды әр түрлі емдік шөптерді де үнемі пайдаланады. Халқымыз 4 түлік мал өнімдерінде ішсе тамақ, кисе киім етіп, әр түрлі аурулардан, ыстық суықтан барынша сақтанып, өз денсаулықтарын қорғай білген. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының жеке мұрағат қорынан алынған мәліметтер. Каналға жазылуды ұмытпасаңыздар, осындай пайдалы кеңестерді үнемі тыңдай аласыздар.